Қазақстан тарихы 7-ші бөлім. Қазақстанның 18-19 ғасырлардағы әлеуметтік-экономикалық дамуы. 7-ші сұрақ. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның Қытаймен сауда жүргізудегі негізгі орталықтар: А. Қапал Верный, Б. Петропавл Орынбор, С. Ырғыз Торғай, Д. Орал Перовск, Е. Ақмешіт Райым. Бұл сұрақтың дұрыс жауабы А. Қапал Верный. 7-ші сұрақтың жауабын Қазақстан тарихы 8-ші сынып Қабылдинов Қайыпбаева 2012 жыл 34-ші параграфта сауда жәрмеңкелер деген тақырыпта 230-ші бетте табуға болады. Сонымен қатар Қазақстан тарихы 8-ші сынып Қасымбаев 2012 жыл 27-ші параграф Қазақстан-Қытай сауда қатынастары 160-ші бетте табуға болады. 19 ғасырдың 50-60 жылдарында Ресей-Қытай сауда қатынасы Қазақстан жетісу бағытындағы жолдар арқылы дамыды. Бұл жерде Қапал және Верный қалашықтары сауда-саттық нүктелері орналасты. Қапал қазіргі кезде Талдықорған қаласының жанында орналасты. Бұл бекініс 1846 жылы салынды. Верный қазіргі кездегі Алматы қаласы 1854 жылы салынды. 7-ші сұрақтағы Б жауабы Петропавл Орынбор дұрыс бола алмайды. Себебі Петропавл қаласы солтүстік Қазақстан жерінде, ал Орынбор қаласы батыс Қазақстан жерінде орналасты. 7-ші сұрақтағы С жауабы дұрыс бола алмайды. Себебі Ырғыз және Торғай қалалары орталық Қазақстан жерінде орналасты. 7-ші сұрақтағы Д жауабы дұрыс бола алмайды. Себебі Орал қаласы батыс Қазақстан жерінде, ал Перовск қаласы қазіргі Қызылорда оңтүстік Қазақстан жерінде орналасты. 7-ші сұрақтағы Е жауабы дұрыс бола алмайды. Себебі Ақмешіт қазіргі кездегі Қызылорда қаласы оңтүстік Қазақстан жерінде, ал Райым қаласы Арал маңында орналасты. Дұрыс жауабы А. Қапал Верный.